Сәлем. Сабағымызды жалғастырамыз. Лендинг пейдж жасап жатырмыз. Өткенде мына нелердің бәрін қойдық, контенттің бәрін тарттық. Менюлар создавать еттік мынандай. Енді осы менюларды, осы ішіндегілерін қалай өзгертеміз, соған тоқталайық. Ол үшін неге кіремеңіз. WP login PHP. Яқа басасын ашпайын. Өткенде жаңағы контент тартқан кезде біз мынау страницаға кірсек, бізде жаңағы страница жүктелді сояқтан серверден. Мысалы мына home page деген. Одан кейін мына блог деген страница. Home page'де жалпы жаңағы ішіне кіретін болсақ қазір. Мынау жаңағы Visual Composer'мен істеген үшін бәрін. Мынау осыларды өзгертуімізге болады. Так. Мысалы мына жерде мына жаңағы сөздерін өзгертеміз. Немесе бұл бұдан вообще алып тастауға болады, мынаны басып. Бассаңыз алып тастай саласыз. Немесе дополнительный нәрселер қосуға болады ішіне. Мыналардың бәрін мысалы алуға болады, қосуға болады. Section title space code. Енді осы жерде мысалға мынау нәрсе мынау slideshow. Бұл жерде мынау revolution slider деген. Яқта. Мынау revolution slider қойғанбыз. Ол revolution sliderді жөндеу үшін суреттерін ауыстырып және немесе басқа сурет, немесе мынау сөздерін ауыстыру үшін текстті неға кіреміз? Revolution slider деген кіреміз. Қазір біз мынау нені істейік? Мына менюді. Осыны қазақшаға аударып, мына ссылкаларын басқан кезде астына түсетін істеп көрейік. Так, ол үшін жаңа документациясына кіріп, бір көріп алайық. Жаңа не істеуіміз керек екенін ауыстыру үшін. Так, documentation. WordPress index ашамыз. Index HTML ашамыз. Так, intro, installation plugins, user content, pages, block, portfolio, how to create home page. Change slot. Thank you. Так, бізге меню керек. Яқта жаңа қалай қосатындар, плагиндер. Міне using demo content қосып қойғанбыз. Мына жерде меню. Так, main меню.
Мына жерде жаңа биттер ауыстыру керек екені айтылған. Так, page attributes. Мына жерде жаңа портфолиоға қалай нені салу керек, соларды айтып отыр. Қазір оны көрсетемін. Так, мынау істеп қойдық бұны. Мына жерде Patty makes use of a page template called you can find section. Мына менюларды басқан кезде төмен түсу үшін мына ссылкаларын өзгертеміз. Бұл үшін мына консольға ораламыз да внешний вид менюға кіреміз. Так, осы жерде hello деген бас бет. Мынау нені көшіріп аламыз, мына URL адресті. Copy. Сөйтіп, мынау решетка тұр ғой, соған дейін көшіріп қойымыз керек. Ертең сіздерде бір басқа сайт болса, онда тура өсіп көшіріп аласыздар. Сайттың өзінде осылай. Бізде қазір локальный не, сондықтан локальный қоямыз. Hello дейді. Так, hello емес. Бұл жерде мынаны өшіресіз, өзекте саласыз. Сәлем жазылайын мысалы. Сәлем. Так, about-қа да өзгертеміз. Мына жерге алып тастаймыз. Осымен қосып. Жаңа қойымыз. Так, about-қа біз туралы. Орыққа сөйбіз дейді. Жұмыс. Так, бұған қызметтер дейміз. Мынаған журналист. Сохранить меню. Обновить етеміз, жаңартамыз. Так. Ашылып болсын толық.
толық ашып болдық. Так, біз туралы жұмыстар, қызметтер, журнал дейді, хабарласу. Осылай істейміз. Төмен қарай жылжып отырады өзі. Сәлем десек басына ораламыз. Хабарласу десек төмен қарай ораламыз. Нан бассаңыз жоғары айтқыз. Так, енді мына слайд жүйеде жүрдік. Так, мынақа не қойға болады? Логотип. Бұл жерге логотип қойға болады. Ол үшін неге кіреміз? Theme Options-ға кіреміз. Внешний вид, Theme Options. Так, бұл жерде мысалы General деген, общий деген сөз да. Favicon қойға болады нерге. Мынаны өзгертуге болады. Мысалға біз сурет алайық қазір интернеттен. Favicon болғанда да бір PNG форматта бір сурет аласыз. PNG формат деген жаңа transparent дейді ондай. Несі background, ондай несі жоқ. Не дейді? Тек жаңағы жазудың өзі да. Мысалы PNG icon сесілі. Так, картинки. Бүгін интернет жай болып тұр. Болмаса айкон емес. Мысалы мына суретті қояйық. Толық ашылып болсын. Так, оң жағын басамыз. Save image as desktopқа сақтаймыз. Так, сөйтеміз да, жаңағы жерге, Favicon деген жерге загрузить дейміз. Выбрать файл. Жаңағы сурет таңдаймыз. Выбрать. Так, Favicon main logo. Mana. Main logo. You can choose to display an alternate logo for the scrolling state. Так, не жерге upload an image that will represent your website's logo. Логотип қоюымыз керек. Логотип болғанда да мысалға жаңа не өзінің логотипін алсақ, мысалы
Nangas nесін қосайын. мына өзінің логотипін қоя салмай отыр. жаңа жерге ораламыз, загрузить. Выбрать. Сохранить изменения. Ораламыз, обновить. Так, мына біздің логотипіміз қойған. Және мынау favicon деген алатады. Favicon. Осын қойдық. Мына логотип. Так, енді мына сурет өзгертейік. Сурет қалай өзгертеміз? Және мына жазуларын. Ол үшін жаңа айтқандай неге кіреміз? Revolution слайдерға кіреміз. Бұған кірмес бұрын мына несін біраз неғаны қозғап өтейік. Мына жаңағы theme options, теманың опциялары да жаңағы настройкс. Қандай настройкілер бар, соны бір неғып өтейік. Generalда мысалы осылай несін өзгертеміз, логотип, favicon, responsive layout дейді. Неді margin. Мынау footer text деді, ең астындағы текст айтып отыр. Мынаны айтып отыр. Осыны өзгертеміз. Осы жерге жазасыз, мысалға copyright. Мен жерге андай не қойға болады, копидің несін коды бар өзі, соны копи с деп неғып тұрады. Оны не алу үшін интернеттен аласыламыз. Копи HTML жазамыз. Мына кіреміз. Копи емес, copyright деп жазамын. Copyright. Біріншіне кіреміз. Мына код көшіріп аламыз. Copy. Не жерге қоямыз? Ортасына, екі ортаға. Так, 2016. Мынадан кейін мысалға бірдеңе деп қоюға болады. Не жерге біз өзінің компанияңыздың атын қоюға болады. Қатты етіп тұра берсін бізде.
Так, footer text, footer layout, Google Analytics. Так, сохранить етеміз. Мынақа обновить етеміз. Мына, жаңа копирайт өзгерді. Ух, мынау не өзгермес символ. Дұрыс көшіріп қойсын. Копи. Текст. Былай қойсақ қалай болады екен? Визуальный текстке қояса, текстке қоямыз. Кодты сохранить. Хагеміз обновить етеміз. Астына сөйлеміз. Міне енді өзгерді. Копи деген символ үстіне ға. Так, одан стайлинға кіреміз. Стайлинг. Неде бізде қазір мында не болып тұр ғой, сары түс, апельсинный цвет. Осын біз өзгертуімізге болады мыналарды, мысалы. Басқа түсі өзгертуге болады, мысалы. Мысалға, red CSS, blue'ге қойып көрейік. Сохранить. Сөйтемізді обновить етеміз. Көк болды. Нелер бар, көк болып қойды. Көк болып жатыр бар. Мыналарды көк болып қойды. Өзгертуге болады. Так, сынауы да өзін. Так, мыналар жаңа нені өзгертуге болады. Атындағыларын сурет ауысады бассаған. Так, typography дейді. Бұлардың бәрі негізі по умолчанию тұр қазір. По умолчанию тұрғанда дұрыс. Header. Header'да не бар екен? Header style. Scroll. Portfolio. Blog. Social көрейік. Мынақа нені қоясыздар, социальный сеттердің URL адрестерін қоясыздар мынандай. Мысалы, үшеуіңкі қойылған қазір. Үшеуі мыяқта шығып тұр. Үшеуі шығып тұр. Үшеуі. ВКонтакте болса, ВКонтакте қоясыз мыяқа. Instagram, your VK URL деген ВКонтакте. Осыны қойып. Группа болса, группадағы адрес өшірі қоясыз. URL адресін. Instagram ба, Instagram'да қоясыз. Your Instagram profile. Осыны қойып.
Так, енді жаңаға кірсеміз. Жаңа слайд жоға кірсек. Revolution slider. Біздікі full screen image slider еді ғой. Осыған редактировать слайды дегенге басамыз. Так, міне бізде 3 сурет бар, 3 слайд бар. Мысалға slide image click to change дейді. Үстінен бассам. Бұл сурет неше екен бұл сурет? Соны білу керек. 1920-да 1080 дейді размер. Суретін ауыстыру керек болса, осыны сурет қою керек. 1920-да 1080. Сіз өзіңіз жаңа дайындап аласыз суретті. Өзіңізге керек. Сөйтіп мен хат жазамыз. Мен мысалға мен қазір бір кез келген нені ала салайын. Суретті. Так, маған неде бір сурет алам. 1920-1080. Так. Тауардың сурет жоқ бөген. Мысалы, ноутбуктың ма, суретін қойса, мен лаптоп. Мынаны қоя салайын. Толық ашылсын, көшіріп алам. Save image as десктопқа көшірем. Үш сурет алам. Так, şimdi üstüne апарамын басам. Загрузить файл, выбрать файл. Так, бірінші мынаны қояйын. Insert басам. Так, успешно изменен. Екіншісін басам. Екіншісін. Загрузить файл, выбрать файл. Так, екіншісіне мынаны қоям. Insert. Так. Екінші сурет өзі, үшіншісін басам. Загрузить файл. Мынаны қоям. Так, бастым. Сохранить етем. Так, изменен болды, сохранить етіліп қойды. Енді неға кірем да көрем не болған өзгеріс.
Мына суреттер өзгерді. Мына сурет. Surет. Есіп суретін ауыстырамыз. Енді жазуын ауыстырайық. Так. Жазуын ауыстыру үшін мынаны изменитке кірем. Мынау не екен? Превью слайд. Жоқ. Изменитке кірем. Сөйтемін да астына түсем. Берге келем. Так, осы жерде стиль black дейді. Edit clause insert button text HTML. Бізде біріншісінде не сөз бар еді өзі? Мыналар бар екен. Мына тұсына басам. Басқан кезде мына жерде мына суретте тұр, мына осыған қою керек. Осы жерде 365 пиксель дейді. Audio Jungle. Audio Jungle. Обновить. Audio Jungle. Жаңартам. Сөз өзгерді. Енді екінші слайдқа барам, слайдтыға дейді. Слайдтыға барам да мынаны түсініп басам. Ләжі болса мынандай көп сөз емес, қысқа нұсқа жазу керек. Үшіншісіне барам. Audio Jungle.
Так, не oldu ekan? Мына біздің жазған жазулар осылай өзгереді екен. Так, енді мыналарды өзгертеміз. Так, бұны өзгерту үшін әдеттегідей мына неге кіреміз? Страницы. Homepage. Визуально мыналарға мына осыларды өзгертеміз жазуларын. Мына тұсына қарасам мына ручканы басып өзгерте салу керек. Audio Jungle. Audio Jungle. Мынандай астына өзгерте салуға болады, бүйтіп басқа текст қоясыз, өзіңіздің текстіңіз. Негізінде осылай туралаймыз тексттерін. Doğru жазуға болады сразу. Одан кейін астына түссек, мына about as деген бар, бұны да сөйтіп ұрлайсыз. Мына нәрсе керек болмаса мынау. Мыналар. Бұны өшіріп салуға болады, мынаны бүйтіп. Мынаны өзін бассаңыз жоқ болып кетеді. Немесе мынаны бассаңыз, мынаны алып тастауға болады. Так, одан кейін код section title. Так, мыналарды space. Slider. Мына жерде жаңа контактный инфо. Бұны да өзгертіп тастауға болады. Мынаны алып өзгерте саласыз өзіңіздің. Жаңа нелеріңіз қоя саласыз. Алматы қаласы, анау мынау деп. Закрыть.
Обновить. Мынаны өзету насущно. Ол мынау. Мынау. Audio Jungle. Сахан жетпедік па? Бұл жерде осылай. Енді жаңа тақырыптан өтесіз. Яғын жазасыз. Audio Jungle. Көптеген. Так, мыналарды, адамдарды ана жақта жетеміз, қазір көрсем. Так, мынаны ауыстыру керек. Одан кейін мынау, жаңа брендинг, маркетинг. Олға қойсақ. Басқан кезде нақа кіріп кетіп отырмыз, Оны өзгерту үшін name дейді, email.
мынаны өзгертейік, мынау name, email, message, send дегенді. Оны өзгерту үшін неге кіреміз? Contact form 7-ге кіреміз. Так, осы жерде мынау Patty contact form деген тұр ғой, соған кіреміз. Audio Jungle. Енді nameға жазамыз. Audio Jungle. Аты, Audio Jungle. email тұра берсін, хат. Енді sendке жіберу дейміз. Audio Jungle. Сохранить. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Мына аты, email, хат жіберу. Так, locate us дегенді. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Яқта тұрады ол. Мына жерде мынаны басайық. Background. Бұл жеріміз. Так, мынаны басамыз, осы нар үшін басамыз. Немесе мынаны басып көрейікші. Мына locate us on map дейді. Шірі жазамыз. Картадан. Audio Jungle. Audio Jungle. Так, одан кейін бұл жерде Audio Jungle. Audio Jungle. обновить. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Biz өзгерді. Audio Jungle. Audio Jungle. Та мынаны өзгертейік осы видеоны. Audio Jungle. Twitter feed дейді. Осы видеоны өзгертеміз. Бұл ас жағында. Audio Jungle. Мына жерде. Twitter деп тұр ғой осы жерде. Ол үшін мынаны басамыз бірінші. Audio Jungle. Жоқ, бұл жерде емес. Audio Jungle. Twitter feed дейді. Не жақ деген ол мынада. Мынада. Audio Jungle.
Нарушим басамыз. Audio Jungle. Audio Jungle. Twitter деп тұр ма? Twitter feed дейді. Audio Jungle. Үш жерге мен басқа не қоямын? YouTube'дан видео қоямын. Мысалы бір рекламаның несін ғой, реклама. Мысалға. Иисус. Иисустың каналы. Да, видеоны қоясың. Zenpad 10 дейді. Маған URL көшіріп алғам. Так, мен астын түсін. Яқа қоямын жаңа адреске. Save деймін да. Обновить етем. Audio Jungle. Audio Jungle. Яқа кірем. Audio Jungle. Audio Jungle. Міне. Жаңа видео шықты мына жақта. Мына сюжет өз жердегі болады. Жаңа come and work with us дейді. Қайсы ол? Мынау ма? Мынаны өз жердегі болады. Менде өзгерді. Audio Jungle. Işte. Audio Jungle. Так. Audio Jungle. Audio Jungle.
Enter fit дейді. Жаңалықтар. Audio Jungle. 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 Так, енді мынаны өзгертейік. Мына блокта, бұл блоктағы записьтер шығады бұл жерге. Үшеуден. Audio Jungle. Жаңа блоктағы суреттерді жазуларды өзгертсек, осы жерге шығады жаңалық. Мысалы, мына кіретін болсақ қазір. Audio Jungle. Мыналар шығады. Audio Jungle. Қызметтер. Мына қызметтерді өзгерту үшін мына жаққа кіреміз. Audio Jungle. Так. Audio Jungle. Мына services деген тұр ғой, осыған кіреміз. Audio Jungle. Мыналар. Мысалы, бірінші social media дейді, өзгертеміз. Audio Jungle. Мен қанша атын жазасыз. Audio Jungle. Желілер. Мен қанша жазуларын жазасыз. Audio Jungle. Текст жазасыз осы жерге. И бір жақта иконка таңдайсыз. Бір иконка аласыз да. Таңдайсыз. Кейін обновить деп басасыз.
Social media. Мыналар шығады екен ғой басқан кезде. Так, артқа. Clean code дейді. Audio Jungle. Бұнда өзгертесіз. ішіндегі сөздерді өзгертесіз. Қызметтер басамыз. Өзірдің сайт жасай болсаңыз, бәрі жазғандар шығады. Так, енді қызықты фактілер төресін мынау ғой енді мынау. Our work. Біздің жұмыстар. Audio Jungle. 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 Мына жерге жаңа не қойған болады. Мына жерде. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Атын жазасыз жаңа. Bill Gates. Audio Jungle. Audio Jungle.
қойған өзі еді. Мынау енді. Так, бұл негізінде жаңағы жұмыстар ғой бұл. Бұны былай басқан кезде ішіне кіріледі. Кіріп толық мәлімет алады осы жерде. Не жұмыс ол? Неге жазылып тұрады? Сурет тұрады, налар тұрады, информация. Go to website деген сияқты. Слайд шоу бар екен ішінде. Оны өзгерту үшін біз неге кіруіміз керек? Портфолиоға кіреміз. Мысалы, бұл жерде childhood memories деп тұр, мияқта мынау. ішіне кіреміз. Бірінші мынандай нелер құру керек. Мынандай нелер болады. Категориялар. Бұл мияқта тұрмын. Portfolio categories. Portfolio categories. Осыны ішіне кіреміз. Мына категориялар. Мысалы, брендинг ба, изменить етеміз. Басқасын жазамыз, мысалы. Брендинг. Обновить. Portfolio categories. Mesela marketing de özütümüz ne? Nana medya deyimiz. Так, categories. Photography düzeltiyoruz. Print düzeltiyoruz. Tak. Так, web design. Так.
Newsfeed. Ne жеді? Мына жақта біз сахарин жетпедік па? Projects'ке кіреміз, проектті. Маған керек бірінші. Audio Jungle. Audio Jungle. жаңағы мына Audio Jungle. в общем бұл жерде мысалы мына біреуіне кіретін болсақ мына вообще сурет мысалы мынау әшейін сурет қоюға болады да бұл жерге ішіне жазбай ақ мысалы біреуіне кірсеңіз ішінде бар қандай нәрселер бар ішінде мұны қоймауға да болады тек сурет қоюға болады мысалы мына сияқты міне мысалы вообще сурет тайм вообще сурет та тәуіп қоюға болады бұл time is nothing деген да қазір кіріп көреміз
Мына мысалға мына атын жазасыз бірдеңе деп, мысалға товардың атын жазасыз осы жерге. И одан кейін мына жақта жаңа керекті категория таңдаймыз, птичий қоямыз соған, мысалы мына фотография ма. И одан кейін мына жаққа жаңа суретін қоясыз. Мысалы удалить деймін да. Басқа сурет қоя саламын. Задать миниатюру деймін. Осы жерде мысалы мына сурет қоя саламын. Қойылады. Одан кейін не еді what thumbnail does дегенде, бұл не бұл? Мысалы thumbnail size. Сайздарын, размерлерін таңдап алады. Мысалы мынау кішкентай размер, мынау дәу размер. Кішкентай размер мынандай болады, кішкентай размер. Қазір бұны біз мынаған қоятын болсақ, мынандай болады, мынандай болады, дәу болады. Қазір кішкентайына тұр. Одан кейін what thumbnail does дегенде мына жерде is opening in a light box осы болу керек. Is opening in a light box. Сол кезде ол мынандай болып ашылады, бүйтіп басқан кезде. Бүйтіп ашылады. Осындай тек сурет қоятын болсаңыз, осындай істеу керек. Мына is opening light box қоясыз. Одан кейін мына кішкентайын қоясыз, немесе дәулерін қоюға болады. Project title options, олар нелер жаңағы. Title options деген мыналарды айтып отыр. Жазулар. Title tagline дейді. Солай жасауға болады. Міне мысалы қазір бір сурет қосамын мына жаққа. Мысалға қосу үшін мынау add new деген болса. Мына ноутбук деп жазам. Жерге бір категория таңдаймын, мысалға техника таңдаймын. Сөйтем да мына задать миниатюру. Мынаны таңдаймын. Мына жерде жаңағы ананы таңдаймын, сурет қою үшін. Ой, мына жерде жаңағы сурет мынаны таңдаймын. Is opening in a light box. Осыны қойсаңыз тек сурет күйінде ашылады. Сурет күйінде ашылады. Сөйтем да опубликовать деймін. Бұны үлкен қылайын размерін. Мына жерде үлкен қылайын, мынаны қояйын. Обновить. Так, жаңартамыз. Так, міне. Мына үлкен болып тұрсына сурет, ноутбук. Жаңағы кішісі. Ноутбук. Бассақ, сурет болып ашылады, көрдіңіз бе? Мынаны басса үлкен сурет болып ашылады. Лайнап. Суретті осылай қоямыз. Енді мынаны өзгертеміз. Мына адамдарды. Бұны қайта өзгертеміз. Бұны мынаған көреміз. Team деген тұр ғой, осыны басамыз. Жерде мысалға John Doe деген бе, біріншісін басамыз. Үш жерде мына мына не жерге жаңа ат жөні, не жерге жаңа мына қысқаша мане about the team туралы, команда туралы не деген мыналар шартталар.
мына жерге жаңа company position не қызметі қандай соны жазамыз. Неде жаңа email адресі болса email адресін, Twitter'дің несін, Facebook'тың личный профильдің URL адрестерін осы жерге қоямыз. Сол кезде мынандай болып шығып тұрады андай. Facebook, Twitter деп. Солай қоямыз. Мына жаққа суретін қоясыз. Жаңа удалить дейміз да, басқа сурет қоямыз. Солай мына үшеуін өзгертуге болады. Одан кейін мына блокқа жеткіземіз. Блокта қиын ештеңесі жоқ. Мына жаққа кіреміз. Записіға кіреміз. Мына жаңағы нелердің бәрі мыналар. Мысалға мынау Perfect Sunday Morning Right деген мынау міне. Осыған кіресіз. Кәдімгі запись қой, запись қою. Мына жаққа кәдімгі жазулар, нелер. Мына жаққа жаңа суреті, миниатюра записи. Яқта рубрика таңдайсыз бір. Мынандай read more деген қою үшін, мысалы мына абзацтан кейін астына мына read more деген қоямыз, мынаны басып. Мына ставить тек далее деген. Осыны басасыз, не керек болады, қойылады. Соны запись етіп қоя берсеңіз, олар осы жерден шыға береді. Осы жерден шыға береді. Дайын. Аудио пост дейді. Аудио пост қою үшін мынаны басасыз, аудио деген. Мына жаққа бір аудио қоясыз. Видео дейді, цитата, ссылка. Енді егерде сіз осы жерге тағы бір жаңа нәрселер қосқыңыз келсе, мынадан басқа бөлек текст ба, бір бөлек онда оның қиындығы жоқ. Мына home page'ге кіреміз. Осы жерде мына қоя береміз не еді, мысалы мына астына не қоясыз, плюс басасыз да қоя бересіз. Мысалға так мысалы командадан кейін бір қойып көрейік. Team деген қызметтер, қызықты фактілер, біздің жұмыстар. Мына нерден кейін. Нерге мысалы бір қояйық. Добавить конец колонки. Плюс басам. Неді керек нәрсе таңдаймын. Не қоям мысалға? Client slider дейді, разделитель баттен дейді. Мысалға бір не қою керек болды андай. Форма. Отправить деген сияқты. Имя, фамилия. Оны қою үшін дополнительный не қосу керек. Жаңа форма. Мысалы кнопка қою болады, кнопка. Баттен дейді. Мысалға купить деп па, неға URL жазасыз. Мысалы бір неге бір контактіге ауысып кететін. Мысалға бір әйтеуір қоясыз, бірақ қазір өзгертеміз. Мен жерде просто нені көруіміз керек. Нені жаңағы кнопканы. Қазір басқа неге ауысамыз. Иконка дейді. Сейф дейміз. Так.
Bu yerде сейф болғанда размер большой қыламыз. Style bold дейді. Біздің командадан кейін мына купить деген кнопка бар. Бассақ, ана жаңадан ашылады, жаңадан. Неден ашылады екен. Так, бұны сол жаққа түсті. Бұны ортаға қою үшін мына біз бұны өшіреміз. Біз бүйтеміз. Қайт плюс басамыз. Ряд қоямыз, ряд. Сөйтіп ряд 3-ке бөлеміз. Мысалға 3-ке бөлем. Мына үшінші, мына ортасына қоям. Жаңа кнопканы. Баттын деймін. Мысалы купить. Купить. Линк, жаңа линкті аласың. Регуляр большая. Так, она бит оранжевый. Ортаға түсті. Енді мысалға осыны купить деп бассаңыз, ана формат не алуға отправить ететін. Ол үшін страница создать етеміз, добавить новый. Order дейсің қағылсыз. Так, сайт бар емес бізге. Полный лайк. Шаблон. Базовый шаблон тұра берсін. Так, мынаны басамыз. Осымен жөнейміз қазір. Опубликовать. Так, ол жерге біз енді мысалға бір форма қоюымыз керек. Ол үшін плагин қосамыз, плагин, внешний вид. Так, бізде мына плагины добавить новый. Жерде форм істеп жасақ. Шығады екен. Так, или так, форм істесек.
контакт. А көрейікші, мынау не дейді, мынау Ninja Forms дейді. Установлен. Активировать. Audio Jungle. Audio Jungle. Welcome to Ninja Forms site. Forms дейді. Audio Jungle. Так, add new дейміз. Add new. Audio Jungle. Так, бізге мысалы text box керек. Text box. Мысалы мынақа город дейміз. Ваш город. Text box. Number. Номер керек. Mob. Номер дейміз. Так, одан кейін number. Одан кейін жаңағы отправить керек. Отправить или заказать дейміз ба. Одан кейін text box тағы да. Имя дейміз. Сөйтеміз мынаның төбесіне қоямыз. Превью көруге болады алдын ала. Audio Jungle. This is a preview of how this form will appear on your website. Yep. No. Audio Jungle. Так. Save дейміз. Так, контакт дейміз бұны. The order дейміз. Save. Так, етілді. Енді жаңа страницаға барамыз. Order'ға кіреміз. Добавить блок. Яқта Ninja деген шығып қойды ма? Мына Ninja Forms деген қоямыз. Жаңағы order деп сақтадық қой, соны қоямыз. Так, мынаны екіге бөлеміз. Мынаны тұра берсін. Обновить.
Открыть страницу дейміз. Осы страницаны көрейік. Мынандай екен. Имя, ваш город, номеріне, мобильный номер жазады. Так, чич, бір-бірдеңе деп. Имя, ваш город, мобильный номер, и заказать дейді, кетеді сонымен. Қазір бұл енді локальный серверде оны істемей тұр негізі. Андай сервер. Осы ең көшіріп аламыз адресін. Қазір анаяққа қоямыз. Так, осы жерде жаңа страницаға кіреміз. Мынау home page'ге кіреміз. жаңа купить деген қойдық қой, біз соған қоямыз ссылканы. Мына жерде. URL линкке соған жаңа не қоямыз, мына қоямыз. Save. Обновим. Так. Паттиге кіреміз. Мына жерде купить деген мысалы бассақ. Мына жаққа кіріп кетеміз ордерге. Заказать етейін. Имя, ваш город, номерді қоюға болады. Так, сонымен сұрақтар болса хабарласасыздар. Келесі өзіне басқа лендинг пейдж өтеміз. Бұл емес. Осыны жақсылап үйреніп жасаңыздар. Онда осы жерден қоштасамыз.